Сәлеметсіңдер ме, жас түлектер? Бүгін сендерге 9 сынып оқулығындағы ұбт-да жиі кездесетін сұрақтар топтамасын ұсынамын. Бұл сұрақтар координация және реттелу бөлімі бойынша. Жүйке ұлпасының негізгі жасушасы нейрон деп аталады. Нейрондардың қосалқы жасушасы нейроглия деп аталады. Жүйке импульсін өндіріп, әрекетке әсер көрсетуге қабілетті ол нейрон. Нейронның құрылысы аксоннан тұрады. Нейронның қысқа тармақталған өсіндісі дендрит деп аталады. Аксонның бөлігінде болатын май тәрізді қабықша миелинде. Жұлынның сұр затын құрайтын жүйке бөлігі дендрит деп аталады. Нейрондарды қоршап қоректік және қорғаныштық қызмет атқаратын жүйке бөлігі глиялар деп аталады. Жүйке импульсін жасуша денесіне өткізетін жүйке бөлігі дендрит. Қозған жасушалар арасында жүйке импульсін беру қызметін атқаратын түзіліс синапс. Синапс арқылы белгілерді жүзеге асырады медиаторлар. Өзара әрекеттесетін жасуша түрлеріне байланысты синапс түрі секреторлық. Электр зарядын жасау негізіне иондардың белсенді тасымалдау механизмі жүретін органоид жасуша мембранасы. Тек қозған жасушаларды сипаттау үшін қолданылатын параметр тыныштық потенциалы деп аталады. Тері, шеміршек, сіңірде болатын потенциал түрі мембрана потенциалы деп аталады. Нейронның құрылысының бөлігі шван жасушасы. Қозған ұлпа жасушасының өзгеруіне байланысты мембрана зарядының өзгеріс потенциалы әсер ету потенциалы деп аталады. Миелин қосылыс түрі липопротеид. Миелин синтезіне және оның нейрон қабықшасында жинақталуына жауап беретін жасуша шванов жасушасы. Жүйке импульсін өндіріп, әрекетке әсер көрсетуге қабілетті нейрон. Нейрон құрылысы аксоннан тұрады. Нейронның қысқа тармақталған өсіндісі дендрит. Нейронның ұзын өсіндісі аксон. Жұлынның сұр заты құрайтын жүйке бөлігі дендрит. Аксон бөлігінде болатын май тәрізді қабықша миелинде. Миелинденген талшықтар болатын жүйке жүйесі жұлын. Миелинденбеген талшықтар кездесетін жүйке жүйесі рецепторларда. Миелинденген талшықтардың жүйке импульсінің жылдамдығы 120 метр. Миелинденбеген талшықтардың жүйке импульс жылдамдығы 0,5 метр. Эукариоттық жасушалардағы энергетикалық органоидтер митохондрия, хлоропласт. Ең ежелгі омыртқалы жануарлар балық. Эволюцияда электрлік мүшелер ең жақсы дамыған ағзалар акула. Соқыр жыртқыш балыққа қорегін табуға көмектесетін электрлік мүше бүйір сызық. Омыртқа бойында орналасқан терідегі ойыс болып табылатын электр мүшесі бүйір сызық. Су қысымының өзгеруіне әсер көрсететін барорецепторлар болатын мүше бүйір сызық. Электрлік мүшелері қуатты үлкен балық түрі скат. Орталық жүйке жүйесі жұлын. Ең алғаш жүйке жүйесі пайда болған омыртқасы жануар ішек қуыстылар. Бүйрек үсті безінің стимуляциясы адреналин. Тыныс алу орталығы болатын ми бөлімі сопақша ми. Биологиялық химиялық белсенді заттар гормондар деп аталады. Ішкі секрецияның барлық безін басқаратын гормон гипофиз гормоны. Гипоталамус нейрогормондары бағынатын ми бөлімі сопақша ми. Ми мен электрондық құрылғы арасындағы ақпарат алмасатын техникалық жүйе нейрокомпьютерлік интерфейс деп аталады. Көздің зақымданған торлы қабығының сигналдың берілуін қамтамасыз ететін құрылғы имплантат. Фитогормон цитокинин. Жеміс пен тұқымның пісіп жетілуіне әсер ететін фитогормон этилен. Жасушалардың әсіресе сабақтың, тамырдың өсуі және созылуына әсер ететін фитогормон гибериллин. Тамыр түзілуі, жапырақтың пайда болуы және өсуіне әсер ететін фитогормон цитокинин. Төбе меристемасының өсуі, тамыр түзілуіне әсер ететін фитогормон ауксин. Өсімдік ағзасын қыс мезгіліне дайындауға әсер ететін фитогормон этилен. Өсімдік ағзасын белсенді күйге келтіруге әсер ететін фитогормон ауксин. Гүл сидам түзілуін тездетеді. Өсімдік тез гүлдеуіне әсер ететін фитогормон гибериллин. Фитогормондардан өндірілетін ұлпа түзуші ұлпасы
жапырақтың сарғаюы және түсуіне әсер ететін фитогормон абсцисс қышқылы. Балалар, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода сіздерге басқа бөлімдерден тапсырмаларды ұсынамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.